Қара сұмдық ваннасы деген сап қара салақ деп қыздар айта бердіңдер, оны естуге дайынмын. Бүгін мен де сіздермен керемет лайфхакпен бөлсем, ванналарыңыз үнемі осындай сарадақтарып қалып қалатын болса, мына осы нәрсені жасап көріңдер. Үйде осындай жиналған сабындарды енем тастауға қарсы. Осылармен керемет етіп ваннаны осылай аппақ қылып тазалауға болады. Және де ваннаны хлоркамен жууға маған мүлдем рұқсат бермейді. Осындай сабындарды кез келген осындай формаға, баклажкаға саласыздар да, үстіне ыстық су құйып, жақсылап тұрып көпіртіп аламыз. Обязательно қолымызға осындай перчатка тағуды ұмытпайсыздар. Сосын ваннаның барлық шетіне жағып шығатын боламыз. Сол кезде сары дақтардың барлығы өз түсіп қалатын болады. Жарты сағат, 1 сағатқа қойып қоясыздар да, кейін жақсылап тұрып жуып шығатын боласыздар. Яғни кішкене күш салу да керек. Сіздер де қандай лайфхак түрін білесіздер, сол жайлы жаза кетіңіздер. Маған да өте қызық. Ал сіздерге ұнаса, лайк, комментарий жазып маған тіркелуді ұмытпаңыздар.